Қазақстанның жүрегінде орналасқан Ақмола облысы ел тәуелсіздігін алғаннан кейін жаңа экономикалық және әлеуметтік жағдайларға бейімделу кезеңін бастан өткерді. Аймақтың экономикалық негіздері қалыптасып, жаңа басқару жүйелері енгізілді, қарқынды даму жолын басынан өткерді. 1998 жылы халықаралық түрде ел астанасы ретінде танылды. Осы шешім елдің әкімшілік, инфрақұрылымдық және қалалық жоспарлау бағытын түбегейлі өзгертті. Ақмола облысының демографиялық жағдайында елеулі өзгерістер орын алды. Халықтың көші-қон үрдістері, туу көрсеткіштері облыстың оң дамуына әсер етті. Аймақтың негізгі экономикалық тірегі астық өндірісінде жетекші орын алады. Тау-кен өндірісі, машина жасау және құрылыс материалдары салалары, алтын, уран және басқа да пайдалы қазбаларды өндіру дамуда. Жыл сайын инвестиция көлемі ұлғайып, жаңа жобалар іске асырылуда. Облыста ірі кәсіпорындар жұмыс істейді, олар республика экономикасына елеулі үлес қосуда. Ақмола облысы бай мәдени мұраға ие. Тәуелсіздік жылдарында мәдениет және өнер саласы да қарқынды дамып, жаңа театрлар, мұражайлар мен өнер орталықтары ашылды. Ақмола облысының болашағы зор. Облыс экономикалық әлеуетін арттыруға, әлеуметтік салаларды дамытуға және тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған. 1991 жылдан бері Ақмола халық саны, экономика және символикалық мағына жағынан түбегейлі өзгерді. Шағын қаладан мемлекет капиталын анықтайтын, халықаралық деңгейде біріктірілген мегаполиске айналды.